Сәлем достар, сендермен бірге Альтони кезет. Бүгін керемет видео болмақ. Бүгін біз миллион кімге бұйырады ойынын ойнайтын боламыз. Мен бұл ойынның шеберімін. Әрине өздеріңіз білетіндей, мен көбінесе басқа адамдар секілді көп шатаса бермеймін. Альтони кезет. Бастаймыз, ондай болса біз бастаймыз достар. Видеоға лайк, әрине. Және де біз бірінші сұрақтан қателеспейміз. Шығыс сөзінің антонимі қайсысы? Батыс, әрине. Әлемдегі ең ұзын өзен қайсысы? Ніл өзені. Сүйгенің қайда? Сүйгеніңе басыңды игенің қайда? Нұрлан Әбдуллин. Қайта жасауды білдіретін термин. Достар, бұл қиын болмақ. Стартапқа қайсы? 50-50 көрейік. Постер. Ремейкен, достар. Біз және де бұдан 1 миллион ұтамыз. Ойдағыдай 5 миллион ұтамыз, 1 миллион емес. Ал біз келесі ойынды бастаймыз. Мына сөзін сауал, сұрақ. Көптеген еуропалық елдерде қолданылатын ақша бірлігі қалай аталады? Доллар немесе евро? Доллар, евро. Неге? Доллар емес пе? Ал біз үшіншісінде чемпиондыққа жететін боламыз. Мейлі, жауа берсін жауында. Рэмбо фильміндегі басты кейіпкер Сильвестр Сталлоне Рокки Бальбоа фильміндегі құрамындағы қобызшылар бар топ қалай аталады? Арнау. Арай. Асыл екен. Өлеңнен қайталанып отырмын. Маңызды бөлігі қайырма. Әрине автоматты берілгісі қорапты автомобильді әріпі. Қайда жүреді мүмкін дейді. Д әріпі. Алға, әрине. Аспапта баптау кезінде эталон дыбыс болып саналады. Камерон екен ғой, Камерон. Естелатын наурыз сөзінің аудармасы қалай айтылады? Жаңа күн, менің ойымша. Айттым ғой, жаңа күн. Комикс бойынша театрдан шыққан кейіпкер дейді. Сіздердің ойларыңызша қандай болып тұр? Менің ойымша Супермен, Спайдермен. Бэтмен екен ғой, достар. Біз 40 000 теңге 8 сұраққа жеттік. Ол өте қиын болмақ. Біз видеоны аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар, достар.